әкімшілік аумақтарымызда жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында рейдтік іс-шаралар ұйымдастырып өткіземіз. Ішкі істер министрінің нұсқаулығына сәйкес Түркістан облысының аумағында, яғни атап айтқанда Ордабасы ауданының 4 елді мекенінде мынау азаматтармен түсіндірме жұмыстары жүргізілу, жануарлар жоғалу фактілері тіркелуді алдын алу, сонымен қатар жасөспірімдермен жасалып жатқан қылмыстардың алдын алу мақсатында іс-шара өткізілуде. Іс-шараның жалпы мақсаты мынау азаматтарымыздың назарына жеткізу, жол көлік оқиғасын болдырмау, жасөспірімнің арасында қылмысты болдырмау болып табылады.